Жалаңтөс Сейітқұлұлы 1576 жылы дүниеге келген. Оны орта ғасырлардағы шығыс елдері Баһадүр деп атаған. Самарқандтағы Бұхара хандарының қолбасшысы, саясаткер, губернатор болып, тарих тақтасында өз есімін қалдырған. Батыр Сырдарияның саға жағалауын мекен еткен, Алшын елінің әлім ұлы рулық бірлестігінен тарайтын Төртқара руынан шыққан. Оның көзсіз батырлығын күллі шығыс елдері мойындаған. 2010 жылы облыс орталығында батырдың құрметіне арнап еңседе ескерткіш қойылды. Мына менің ту сыртында тұрған Жалаңтөс Баһадүр ескерткіші облыс әкімдігінің тапсырмасымен батырдың 425 жылдығына арналып салынған. Қолаудан құйылған ескерткіштің салмағы 6 тоннаны құрайды. Биіктігі тұғырымен қосқанда 11 метр. Ескерткіштің дәл алдына осындай QR-код қойылған. Қала тұрғындары кез келген уақытта Баһадүр батыр туралы деректерді осы QR-код арқылы біле алады.